Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Көптен бері мына алдарыңызда тұрған картина туралы айтып бергім келіп жүр еді. Қазір сәт түскендей. Егер картинаның философиясы қызық болатын болса, онда құлақ салып тыңдай отырыңыздар. Бұл картинаның атауы адасқан перзенттің оралуы. Яғни орысшасы «Возвращение блудного сына». Көптеріңізге бұл картина таныс болмауы мүмкін, бірақ «Возвращение блудного сына» деген атау таныс шығар. Сіздерді қайдам, әйтеуір менің санамда бұл сөз атау бұрыннан бар. Белгісіз кинодан көрдім ба, жоқ әлде кітаптан оқыдым ба, біреудің юморынан естідім ба, әйтеуір санамда бар. Кейін логотерапия, философия оқып жүргесін, осы атауға мән беріп қарасам, бұл адамның өміріне демеу беретін, үміт сыйлайтын үлкен маңызды бір оқиға екен. Бұл картинаны голландиялық әйгілі суретші Рембрандт деген суретші салған 1669 жылы. Қазіргі кезде бұл картина Санкт-Петербург қаласында Эрмитаждың ішіне сақтаулы тұр екен. Енді Рембрандт бұл картинада не айтқысы келіп тұр, нені меңзеп тұр, сол туралы айтамыз. Өздеріңіз білесіздер, Европаның көптеген композиторы, суретшісі, ақын жазушысы, философтары барлығы банағы діни адам болған. Діни адам болғандықтан да діннің ішіндегі белгілі бір элементтерді өздерінің шығармашылығына салған. Рембрандт та тура осы Інжілдің ішіндегі «Возвращение блудного сына» деген элементті алып, оқиғаны алып, сурет ретінде беріп отыр. Енді бұл логотерапияға қай тұсы маңызды, сол жағын айтпастан бұрын бұл оқиғаны қысқаша түсіндіріп айтып кетсем. Кезінде бір әкейдің екі ұлы болыпты. Ол екі ұлына ер жеткеннен кейін айтады: ұлдарым, менің қасымда болыңдар, мен не айтамын соны істеңдер, болашақтарың жарқын болады, бақытты боласыңдар деп айтады. Үлкен ұлы жақсы келіседі, қасымда боламын, айтқанымды істеймін деп айтады. Ал кіші ұлы жоқ, маған ақыл айтпа, мен өзім білем, мен өз бетімше өмір сүремін, маған еншімді берді, шығарып сал деп айтады, батаңды бер деп айтады. Әкесі қарсыласпайды, батасын беріп, еншісін беріп шығарып салады. Сөйтіп ұлы кетеді, үлкен ұлы әкесімен бірге қалады. Енді кіші ұлы еншісін алғаннан кейін, ол ақшасын қайда жұмсайды деп ойлайсыздар? Оқу ғылым білімге ме? Жоқ. Әлбетте, жас болғасын, ақымақ болғасын, ол қыз қырқын, ішкілік, сауық сайран, бардел деген секілді нәрсесін барлығына ақшасын бәрін жаратып тастайды. Соңында ақшасы қалады, ол ешкімге керек емес. Ақшасы барда адам еді, ақшасыз ол адам емес. Түбінде ақша тұрмақ, ол жейтін тамақ жоқ, басында баспанасы жоқ, барар жері басар тауы жоқ. Түбінде аш-жалаңаш айдалада қалады. Сөйтіп ол тамақ табу мақсатында жұмыс жасауды ұйғарады. Сөйтіп бір шаруа қожалыққа барады. Ол қожалықтың қожайынымен сөйлеседі: мені өтініш жұмысқа ал, маған тамақ керек деп айтады. Жақсы, жұмыс жаса деп айтады. Қандай жұмыс? Менің қорамда шошқа бар, сол шошқаларды бағасын деп айтады. Сөйтіп бала келіседі, бірақ қожайын өте қатыгез екен, ол оған тамақ бермейді, берген күннің өзінде аздап береді. Күнде баланың қарны аш болған, аштығы соншалықты, ол уақыт өте келе шошқаға беретін тамақты өзі жейтін болады. Оны қатыгез қожайын біліп қояды, біліп қойғаннан кейін ол тамақты да жеуге рұқсат бермейді. Түбінде бала қатты қайғырады, қапаланады. Сосын ол түсінеді: мәссаған, мен қателік жіберіппін, кезінде әкемнің қасында жүре беруім керек еді деп айтады. Ол түсінеді. Түсінгеннен кейін тәубесіне келіп, әкесіне барады. Мына картинада тұрған сәті, яғни әкесіне қайтадан оралып, тізерлеп отырып, кешірім сұрап отырған, тәубесіне келіп отырған кезі. Енді картинаның ішіндегі элементті, оқиғасы осылай болған, қайтып келеді ол. Енді картинаның ішіндегі элементтерге мән беретін болсақ, екі аяғына мән берсеңіз, бір аяғында аяқ киім бар, екіншісінде жоқ. Аяқ киім тоз шығып кеткен, ол тоз шығып кеткен аяқ киім нені білдіреді деген кезде, ол ұзақ сапарды білдіреді. Сандалғандығын білдіреді, сенделгендігін білдіреді, адасқандығын білдіреді. Ал жалаң аяқ, ол жай үшін жалаң аяқтық емес, ол Інжілдің ішінде мынандай бір оқиға бар. Кезінде Құдай Ғайса пайғамбарға бұйырады: ей Ғайса, аяғындағы аяқ киіміңді шеш, сен киелі жерде тұрсың. Сондықтан екеуміздің арамызда ешқандай кедергі болмау керек. Сондықтан аяқ киіміңді шеш деп бұйырады екен. Мына сәтте киелі жерде тұр. Киелі деп отқанымыз несі киелі ол жердің? Яғни бала жаңағы әкесіне тәубе сәтінде тұр. Тәубе күйінде тұр.
тәубеге келіп тұр бала. Соны білдіріп тұр екен. Одан бөлек әкесінің банағы баласын құшақтап тұрған қолы бар. Екі қолын Рембрандт екі түрлі болып салады. Біреуі әйелдікі, екіншісі еркектікі. Әйелдің не үшін әйелді салғандығын мағынасы, яғни ана ол махаббат деген мағынаны білдіреді. Бала қандай қателік жасаса да мейірім шапағатын төгуден ол тайсалмайды. Соны білдіреткен. Одан бөлек сөйтіп әкесі ол баласын қарсы алады. Қарсы алғандықтан қатты қуанады. Қуанғаннан ол тұрады өзінің қызметкерлеріне қорадағы бордақыланып тұрған семіз бұзауды сойыңдар деп айтады. Той жасаймыз, менің балам келді деп айтады. Сөйтіп қарсы алады. Енді сол жақтағы картинаның сол жағына қарасаңыздар, үлкен ұлы тұр екен. Үлкен ұлы екі күйде тұр. Екі күй, біріншісі күй ол таңғалып тұр, екіншісінде ол қызғаныш сезімі тұр. Таңғалғаны қалай ол сонда, мен сенің қасында қаншама жылдар бойы айтқаныңды екетпедім, істеп жүрдім айтқаныңды, бірақ сен маған тышқақ лағыңды да бермедің. Бұл бір. Екінші кезекте мынау қателік жасаған, қылмысқа барған, неше түрлі банағы өмірін қиратып алған, қателік бүткіл нәрсесін бәрін қиратып алған адамды, баланы сен қарсы алып қабылдап тұрсың. Одан бөлек сен той тойлатып жатсың депті. Сол кезде әкесі не деп айтты дейсіздер ғой. Әкесі сол Інжілдің ішіндегі бір оқиғаны айтады. Ол жерде қандай? Бір қойшының 100 қойы бар делік дейді. Баласы үлкен ұлын айтып жатыр. Сол 100 қойдың ішіндегі біреуі жоғалып кететін болса, ол бір рет қапаланады да, жарайды деп көне салады деп айтады. Оны іздемейді. Керісінше қайта менде 99 қойым бар деп қуанып тұрады деп айтады. Ал егер ойда жоқта жаңағы жоғалған қойы табылып қалатын болса, онда ол 99 қойына бөлек қойына қараған кезде табылған бір қойына қатты қуанып аспанға көтереді дейді. Бәріне риза болып паш етеді деп айтады. Тура сол секілді де мына адамның Құдайдың жаратылысында қаншама адамдар бар дейді. Соның ішінде қателескен адамдарды іздемейді Құдай. Бірақ Құдайға қайтып келетін болса, оны бүткіл қателіктеріне қарамастан оны қабыл алады дейді. Ал сен ондай қателік жасаған жоқсың, менің ұлым секілді ешқандай тәубеге келген жоқсың, іштен түсінген жоқсың деп айтады. Енді бұл жерде үлкен ұлының позициясы екі түрлі мағынаны білдіреді. Біріншісінде періштенің мағынасын білдіреді. Яғни періште ол табиғатында Құдайдың құлы айтқанын істеп отырады, болды. Бұйрықты орындаушы ғана болды, қызметін атқарады. Олар ешқашан қателік жасамайды. Олар тек қана бұйрықты істеп отырады. Өз біліп ештеңе істемейді. Өз біліп ештеңе істемегендіктен де ол қателік жоқ. Екінші кезекте бұны шіркеудің қызметкерлері бұл үлкен ұлының позициясы бұл суық ақыл, суық есеп, холодный расчет дейді ғой. Тура сол. Кез келген адам өмір сүру барысында ол қателесуден қорқады. Себебі қателесетін болса, жаза деген нәрсе бар. Сол жазадан қорққандықтан да ол қателік жасамайды, жасағысы келмейді, жасамаған адам ол өмір сүрмейді деген мағынаны білдіріп тұр. Сондықтан бұл жерде үлкен ұлына қараған кезде кіші ұлының қаншалық жерде қателік жасаса да, оның бәсі жоғары тұрады. Не үшін? Себебі ол кішкентай баласы түсінді, тәубесіне келді. Ал үлкен ұл ондай нәрсені бастан кешірген жоқ, кешірмегендіктен де ол ештеңені түсінген жоқ. Осындай нәрсе. Енді сіздер өздеріңізді өмір барысында көретін шығарсыздар. Әсіресе осындай бір компанияда қандай да бір қызмет барысында жұмыс жасап жүрген кезде бір шешім қабылдаудан, бір нәрсеге құжатқа қол қоюдан, бірдеңені істеп бастап көрейік белгісіздікке қадам басудан қорқатын адамдар бар. Сол себепті де олар ештеңені істемейді. Қателік жасағысы келмейді. Не үшін? Себебі все боятся наказания дейді ғой, закон джунглей. Тура сол позицияда көбісі өмір сүреді. Ал ол жерде ештеңе өнбейді, яғни даму деген нәрсе жоқ бұл жерде. Ал мына жерде бала дамып келіп отыр, яғни ол түсініп отыр, ненің жақсы, ненің жаман екенін. Бізде енді қараңыздар, логотерапияда маңыздысы не? Қателік жасау ма, қателік жасамау емес пе? Яғни бұл жерде қателік жасау өмірде практика маңызды.
практика маңызды. Мейлі ол қанша жерден қателік болса да. Енді өмір барысында бұл жерде, мына жерде Гетаның Фауст деген шығармасы бар. Шығармасында да осы жерде келіп айтады. Бұл жерде нені айтады? Кто ищет, вынужден блуждать дейді. Яғни ізденіп жүрген, талпынып жүрген, ізденіс жолда жүрген адам ол міндетті түрде қателеседі дейді. Мәжбүр қателесуге дейді. Бұл норма. Екінші кезекте что борется, страдает и живет дейді. Егер бір адам бірдеңеге талпынып, бір жетістікке жетем, мақсатқа жетем деген талпынып жүретін болса, ол яғни қайғырады, сонымен қатар ол өмір сүреді дейді. Ал қателік жасамаған адам өмір сүрмейді деген сөз. Яғни символикалық түрде айтқан кезде. Бізде логотерапияда маңыздысы жаңағы адам практикасы, өмірдегі практикасы. Ол түсіну керек бірдеңе, бастан өткізу керек, сезіну керек, тәубесіне келу керек. Енді қараңыздар, бұл кімдерге маңызды? Бұндай оқиға. Көп жағдайда бұл өзінің өмірін қиратып алғандарға, тағдырын бытшын шығарып алғандарға, бар нәрсесін бәрін қиратып жоқ қылып, нөлдік деңгейге түсіп кеткен адамдарға, немесе қылмыскерлерге өте маңызды. Енді қылмыскердің философиясына, психологиясына келетін болсақ, қылмыскер қандай, қылмыс жасаған адам қандай күйде болады? Әлбетте, оның болашаққа деген, жарқын өмірге деген үміті жоқ. Бұдан кейін өмірім менің бітті, мен қателік жасаушымын, мен баны қылмыскермін дейді да, ешқандай өмір сүрмейді. Керісінше, одан ары қарай қылмысын жасап кете беруі мүмкін. Ал жоқ, бізде бұл діннің ішінде, Құдайдың түсінігінде бұл жерде қанша қателік жасасаң да, сен жақсылыққа деген үмітің болу керек. Сондықтан сенің барлық істеп жатқан қателіктерінің барлығын кешіруге дайынмын. Ең маңыздысы, сен тәубеңе келсең, соның өзі жеткілікті. Ары қарай жақсылық өмір сүріп кетуіңе мүмкіндігің бар деген мағына білдіреді. Бізде де тура сол секілді логотерапияда айтады, қателік жасадың ба, трагическая триада деп айтады, смерть, вина и боль деп айтады. Вина деп атқанымыз қателік жасау, күнәһар болу, ол кез келген адам бойында болады. Енді қателік жасасаң, оны қалай ақтап аламыз деген кезде, оны қателік жасасаң, егер тәубеңе түсетін болсаң, соны дұрыс емес екенін түсінетін болсаң, тәубеңе келетін болсаң, онда оның 10 қателіктің орнына 10 жақсылық жаса, сонымен жуып шайласын деп айтады. Осындай нәрсе. Логотерапияның маңыздылығы осы. Адам өмірде қандай да болмасын, қателік жасаса да, ол жарқын болашаққа деген үміті болу керек деп айтады. Қылмыскердің де психологиясы тура сондай секілді. Яғни қателік жасаған, айыпты болып қалған адам, ол өмір сүргісі келмейді, ештеңеге үміт жоқ, өзін банаға жазғырып, айыптап, өмір сүруден бас тартады. Соңында ол деградацияға кетеді, и даму деген нәрсе жоқ. Рембрандттың бұл шығармашылығындағы айтып қысып отқан, маңызды етіп отқан нәрсесінің барлығы осы. Адам қандай қателік жасаса да, ол өмір сүріп жатыр деген мағынаны білдіреді. Қателік жасау арқылы ол адам тәжірибе жинайды. Тәжірибе жинап, ол басқаға бөліседі. Яғни жарқын өмір сүруге мүмкіндігі болады ол адамның деп айтады. Ал егер қателік жасамаймын, жазадан қорқамын деп өмір сүрмейтін адамдар, ол періштенің кейпі немесе суық ақыл. Ол адам мешеу болып қалады, яғни дамымағандықты білдіреді деп айтады. Сол, бұл тақырып Европада үлкен актуалды болған, себебі көбісі қателік жасаудан, жазадан қатты қорққан, сол себепті өмір сүруден бас тартқан. Мынау Гетаның Фауст деген шығармасы осы тақырыпты қозғап отыр. Ол болашақта айтып беруге тырысам, бұл оқиғаны. Ол жерде де тура солдай. Кез келген қылмыскер, қанша қылмыскер болса да, ол болашақта бақытты өмір сүруіне, жарқын өмір сүруге, өзінің істеген қателіктерін қайтадан жуып шаюға мүмкіндігі бар. Одан мүмкіндіктен бас тартпау керек деп айтады. Сол, егер осы тақырып видео, рилс, картина, философия қызық болатын болса, астына комментарияға өздеріңіз ойларыңызды жазыңыздар, келіспейтін тұсыңызды жазыңыз, түсінбеген жеріңізді жазыңыз, я болмаса мен тастап кеткен, білмей қалған қандай бір детальдар болатын болса, оны да жаза кетіңіз. Одан бөлек өзіңіздің таныстарыңызға, туыстарыңызға, достарыңызға бөлісіп, лайк басып, қолдау көрсетіп отырыңыздар. Болашақта ислам дініндегі неше түрлі элементтерді айтуға тырысып отырамын.